достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Топпен жұмыс істеудің және әр баладан бағалаудың бір түрін көрсеткім келеді. Сыныпты топқа бөлгеннен кейін олар мынандай қима қағаздардан әр топтың мүшесі кеп өзіне таңдайды. Кімге мысалы біреуге 4 баған түседі, келесі мысалы свод түсуі мүмкін деген сияқты, иә. Бірақ осы қима қағаздарды таңдамас бұрын мен осы әдістерді қалай орындау керегіне байланысты тағы да бір түсіндіру жұмысын өткізіп өттім сол кезде. Мысалы, Попс формуласы бойынша біз ақтан берді жырауды өтіп жатырмыз. Попс формуласы бойынша менің ойымша ақтан берді жырау. Себебі, мысалы, сондықтан деп ойларын айтады. Екінші кімге түсті балалар? Мысалы, 4 баған әдісі кімге түсті? Сол бала факт, идея, әрекет және сұрақ. Осы кестені толтырады 4 бағанды. Әрі қарай рафт бойынша, мысалы 3-4 балаға рафт түсті, балалар ролі мұнда ақтан берді жырау, А деген аудитория оқушы, Ф хат формасы және тақырыбы менің толғауларым. Яғни ақтан бердінің атынан оқушыларға хат жазады. Және де 4-ші әдіс ол свод талдауды сұндым. Күшті әлсіз мүмкіндік қауіп, тақырыбы менің ақтан берді жырауды оқығандағы күшті жағым, әлсіз жағым, мүмкіндігім, қаупім деген сияқты. Сонда әр бала бағаланады. Бізде әдетте топпен жұмыс жасаған кезде балалар бағаланбай қалып жатады, немесе біреудің көлеңкесінде қалып қояды. Салмақ өздерінің бастарына түскен кезде олар жауапкершілікті сезіне бастайды. Сондықтан сіздерге бір идея болсын, сабақты түрлендіріп өткізулеріңізге және де балалардың дамуына бір септігім тисін деген ниетпен осы бір әдісті салып отырмын. Балалар, сіздерге ұнады ма бұл тәсіл? Иә. Неліктен? Бір-бірімізді жақсы топпен жұмыс істедік. Жұмыс істедік? Енді біз келесі жолы жақсы топпен жұмыс істедік. Тағы да? Бір сұрақ, бірақ бірнеше жауапты ести алдық, иә? Жақсы, рахмет.